Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет жұмсақ болып шығатын нәзік асқабақ қосылған кекстің рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен асқабақты жуып, дәндерінен тазартып, осылай кішкене бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Одан соң оны табаға орналастырып, қызып тұрған 200 градус пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылайша жұмсақ болып шығады. Енді осыны блендердің көмегімен езіп аламыз. Бізге керегі 250 грамм асқабақ пюресі керек болады. Енді одан соң 150 грамм жұмсақ, 82% сары май және 150 грамм қант, жарты шай қасық тұзды салып, барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Майдың сапалығын таңдаңыздар. Одан соң енді бір апельсинді жуып тазалап, оның цедрасын тек қана сары бөлігін ғана алып, осылайша күштен өткіземіз. Тек биткі бөлігін ғана аламыз. Екі жұмыртқаны жарып, оны да миксердің көмегімен шайқап аламыз. Жаңағы дайындап алған асқабақ пюресінен 250 граммды саламыз. Және де 150 грамм айран құямыз. Айранның майлы қатты маңызды емес, және 40 грамм апельсин шырының, яғни жартысынан кішкене ғана бөлігі, соның барлығын құйып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып шайқап аламыз. Ұнымызға 270 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш, қамыр қопсытқыш және жарты шай қасық ас содасын салып, барлығын араластыра отырып, електен өткізіп, жаңағы дайындап қойған қамырымыздың үстіне біртіндеп осылай електен өткізіп қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ, сонда бір воздушный үлпілдек болып шығады. Енді осыны теңде 2 бөлікке бөліп қоямыз. Бір бөлігіне 30 грамм електен өткен какаоны, екінші бөлігіне 30 грамм ұнымызды салып, екеуін де жақсылап араластырамыз. Міне осылайша біздің екі қамырымызды дайын болды. Кекс пісіретін арнайы формамызды майлап, ішіне ұн жағып, енді осылайша кесекпен кесек орналастырамыз. Міне осылайша бетіне сызық пайдалансаңыздар да болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 50-55 минут, тіпті 1 сағат аралығында пісіріп алсаңыздар болады. Ол енді пешіңізге байланысты. Міне біздің кексіміз дайын, сонда жұмсақ үлпілдек көріп тұрғандарыңыздай, міне ауызда ерейтіндей кекс. Сіздер де дайындап, осылайша өз жақындарыңызға қуантыңыздар. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Баршаңызға ас болсын.